Сонымен құрметті менің оқырмандарым, өмір деген нәрсе біз бір жағымсыз сценарий, шексіз тізбек, бір мұң, яғни қарызымыз арылмайтын секілді, дүниедегі болып жатқан сынақтардың бәрінің шегі жоқ секілді, сондай бір нәрсе деп ойлаймыз. Бірақ сіз жеке тұлға ретінде өзіңізді шынайы түрде өзгертпейінше ештеңе өзгермейді. Маған өзгеруіме себепкер болған нәрсе, ол айттым ғой, аян. Яғни аянды мен осы көре бердім. Мен сізге енді бір 2021-де бір Бішкек қаласына барып, бір нәтижелерде сояқта бір бизнес саласында барып, қайтып келіп Шымкентке келіп, Шымкенттен ауырып, одан ауырып тұрсам да Түркістанның қыздар шақырғасын Түркістанға келіп, сондай нәтижелі жерде, сондай бір керемет бағытта, солардың осы рухани бағытта әңгіме сұрағасын сол жаққа барып әңгіме айтқанмын. Осы бір рухани сұхбаттар жүргізу барысында мен ауырдым. Содан олар қазақи еммен тіл көз тиген деп маған тұзбен сумен араластырып сондай ем-шипа жасады, бірақ ол маған ем қонған жоқ. Сөйтіп жүргенде түннің бір уағы болып, приступым қатты ұстай бергесін, скорый келіп мен алып кетті. Бірақ Раббым Алла тағала өзіңе тапсырдым деп айттым. Сол жерде маған күтпеген жерден бір уколдар берді, мен білмеймін, есімнен танып құладым. Әйтеуір 49 сағат оянғанымда 49 сағат болған, бірақ сол ота жасалған екен де 5 жеріме. Тоқшек пен ашшектің осы бір спайк болуынан дейді, енді қаншалықты Алла білуші. Сонда мен түс көріп жаттым, сол 49 сағатта ояна алмай. Сонда мені бір ата Меккеге апарып, Меккені аралатып, осы Мекке сенің осы жерге келдің, тілегіңді тіле, ля илаха иллаллах деп айтып, мен сол ля илаха иллаллах деп жүре беріппін. Содан үйге қайт, жасайтын амалың бар деп оң жақ қапталымнан түртіп оятқан кезде мен оянып кетіп, яғни реанимацияда жатқанымды, 5 жерде ота жасалған, мұрнымның, аузымның бүкіл жерінде зонд тұрғанын, соның бәрін енді көріп сұрақ қойып жатырмын, неден болды, неге болды деп. Олар дәрігер оянды, мінекей деп маған дәрігер шақырып, дәрігер осындай болған жағдайдың бәрін толық түсіндірді. Енді бұның бәрі тылсым дүние, біздің бұлай қарағанда пайымдауымызша, бірақ Алла тағала білуші. Бірақ бір нәрсені мен түсіндім, бұл бір энергетика, тылсымнан келіп тұрған хабар мені, яғни өзгерту үшін, энергиямды жаңалау үшін, эмоцияларымды жаңарту үшін, жаңа мен болып жаратылуым үшін жасаған екен дағы да. Мен осыны түсінген кезде мен түбегейлі терең өзгердім. Әрине бұл нәрселер Аллаға құлшылық жасау арқылы болады, және дұғаңызды үнемі тілеу арқылы, яғни тілек тілеу арқылы сіздің өзгертуіңізге үлкен мән бар екенін айтқым келеді.